Жылой ауданына қарасты Құлсары қаласында мүмкіндігі шектеулі 3 баланы жалғыз өсіріп отырған Ақмаржан Сағидуллаеваға баспана табыс етілді. Оразаның соңғы күні біздер өте бір қуаныш сәтке баршамыз кенелейік деп отырмыз. Көптен күткен сіздердің армандаған тілектеріңізді Алла қабыл етіп жатыр. Мына бүгін Алланың қалауымен, мына халқымыздың қолдауымен сізге пәтер берейік деп отырмыз иншалла. Мына балақайларыңыздың ниеті, тілегі орындалып жатыр. Ал әрбір қазақтың басында осындай баспана болсын дейміз. Міне соны арнайы Атырау қаласынан сізге құттықтап, осы пәтеріңіздің кілтін табыстау үшін келіп жатырмыз. Алла ниетімізді қабыл етсін дейміз иншалла. Мына енді баспанаңыздың кілті бұлай ұстасаңыз, мына біздің 550-ші пәтер Қазақстан бойынша, қазақ еліміз бойынша сізге бұйырып жатыр. Ал облысымыз бойынша 40-ші пәтер сізге бұйырып жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ел үлесі пәтерге жобасы аясында осылайша Құлсары қаласынан 2 бөлмелі баспана беріліп отыр. Дада, еске сала кетсек, ел үлесі пәтерге жобасы аясында Атырау облысы бойынша 40 үй, Жылой ауданы бойынша 3-ші баспана табыс етіліп отыр. Рахмет сіздерге, тек Алла разыдан, Алла тек нәсіп етсін сіздерге. Осы көп рахмет, қуанышты болып, не істеп айтыр. Осылардың тек, осы балдарым тек аман есен рахмет сіздерге көп. Осы тек үй болсын деп, не істеп еді, арман деп еді балдарым. Ешқа тек шешемнің үйінде өзімде бір жүк ұмытта тұрдым. Жалғыз басына, шешемнің қолында тұрдым. Жолдасым айтқаннан кейін. Енді көп өзім ештеңе айта алмаймын. Тек бір Алла сіздерге тек рахмет көп осындай қуаныш сыйлап отқандарыңызға. Ал бұл мұқтаж жандар өздері осы орталық мешітке хабарласады. Мына ұстаздарымыз бар, осы арнайы Зекет қайырымдылық қорының басында қызмет етіп жүрген имамдарымыз бар. Сол хабарласып жекеге шығады, телефонымызға шығады, жекеге шығады, осындай өз жағдайларын айтып түсіндіреді, мұқтаждығын айтып. Бұл үйді алғанда бір ай көлемінде қызмет көрсетілді. Алланың қалауымен, осы халықтың берген садақасымен, және де осы жерде бір есімін атап өтпей қойын, сол бір өзі ауырып жатқан бір апамыз өзінің қаржысын осы үйге баспанасын алып берді, осы атаған қалған қаржыны сол кісі аударған.